Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, ва алейхи ва сахби ва вала, ва бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, Алла тағала қадамдар сауаптан жасын, білім мәжілісімізді қабыл етсін. Тақырып иншалла рухани тәрбие жайында. Енді ең басында айтып кеткім келетін бір нәрсе бар, өте бір ойлаймын пайдалы ақпарат. Ол мысалы мұсылман адам түнде оянған кезде не істейді, істеу керек. Енді көбінесе бәріміз білеміз, түнде оянған кезде нәпіл намаз оқу, түнгі намаз оқыса үлкен сауап. Оны өздеріңіз жақсы білесіз, ол туралы біз оған уақыт айту туралы уақытты оған кетірмейміз. Бірақ егер де тұрмаса ше, жай оянып, ары қарай тағы да ұйықтаса, сол кезде жай оянбай зікірді айтса, үлкен сауап алуға болады. Ол жайында имам Бухари рахимахулла өзінің кітабында, сол хадис кітабында сол хадисті келтіреді. Алланың елшісі Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзінде айтады: оянған кезде мұсылман адам айтса: ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамд, ва хуа аля кулли шайин қадир, субханаллах вальхамдулиллах ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла қуввата илля биллах, аллахумма гфирли. Және артынан Алла мені кешір. Сосын басқа да дұғаларды айтса, өзі қалаған тілек дұғаларды айтса, Алла тағала қабыл етеді. Одан кейін егер де тұрып дәрет алып намаз оқыса, одан да тіпті жақсы болады. Енді біз түсінгеніміз, егер тұрмай жайған оянған кезде зікір айтып, дұғаны айтса, ол өзі үлкен сауапты нәрсе екен. Оңай сауап алады. Алла тағала бізге жай жеңіл сауаптарды, сауап және мынада әртүрлі үлкен амал, кішкентай амал істеуге нәсіп етсін. Және екінші мәселе ол мынау тауфиқ деген сөзге. Тауфиқ сөзіміз біз неден бұрын жас кезімде, бала кезімде, жас кезімде 93 жылда намазға жығылған кезде тауфиқ деген сөзді естіп жүрдім. Бата айтқан кезде инсаф тауфиқ берсін, инсаф тауфиқ болсын. Араб тілінде инсаф деген сөз әділдік. Сонда Алладан сұрау керек, әділдік сұрайсың. Енді ол жерде біреуге ғана сұрамайсың, өзі үшін сұрайсың. Алла әділеттік берсін, маған инсаф берсін. Тауфиқ Алланың жәрдемі болсын. Өйткені Алланың жәрдемі болмаса, көмегі болмаса, адам істей алмайды құлшылық ибадат. Сол үшін кейбір білім иелері былай айтады: сен анау сұрайсыңдар, ал сұрайтын нәрсе ол тауфиқ сұрау керек. Алла тауфиқ берсін. Өйткені бір адам Құран үйренгісі келеді, бірақ үйрене алмай жүр. Мүмкін тауфиқ жоқ шығар, Алла тағала мүмкін жәрдем беріп жатқан шығар. Біреу жаңағыдай бір нәрсе істегісі келеді, бірақ соны істемей жүреді. Біледі, оны істеу керек. Осындай сауап бар екен, бірақ істемейді оны. Тауфиқ жоқ шығар оған. Сол тауфиқты сұрау керек, Алла тауфиқ берсін деп. Осы жаңа тауфиқты Алла тағала бізге бәрімізге берсін. Құлшылық ибадат істеуге Алла тағала тауфиқ берсін. Амин. Және тағы да сол кіріспеде тағы бір мәселе, ол мынау неде түсіндіру, бір түсінікті болсын деп кейбір адамдар басқаша түсіну мүмкін, қате түсіну мүмкін, бір жаман ойлау мүмкін, пенде болғасын жаман ойда келе береді адамдарға. Неге осы анау басқа өзге тілде сөйлейді, неге өзі қазақ тілде ғана уағыз жоқ, басқа тілде жоқ? Ол біреу ойлайды: ол дұрыс қой, қазақ тілінде түсінбейтіндерге де жеткізу керек, не істеу керек? Осы туралы қысқаша тоқталайын деген. Ол кезде есімде бар, талап етеді, сұрайды, өтініш жасайды. Сол есімде бір өтініш, енді талап па, өтініш па, насихат па, оны қалай түсінеміз енді Алла біледі. Енді өзден әртүрлі түсіну мүмкін, оны қабылдау мүмкін. Есімде бір мешітте шығып бара жатырмын, мешіттің ақсақалы, марқұм болып кеткен ақсақал айтады: сен осыларға орысша жеткізбесең, Құдайдың алдына жауап бересің. Қатты шынымен ықыласпен айтып, жауап бересің Құдай алдына. Сен Алла сұрайды, орыс тілінде білдің, осыларға жеткізбедің деп жердегі мешіттегілер біреулерден нұсқап ишарат жасап отыр. Енді сол сөздер, енді біз енді ойлаймыз, дін енді күнәһар болмай, Алла сақтасын, таза дұрыс ұстай, жақсы мұсылман болады деп. Сонда осындай сөздерден кейін қаласам да қаламасам, шын айтамын, мен қаламадым орыс тілінде айтуға. Бірақ мәжбүр болған, өткен талап етеді, сұрайды, өтініш жасайды. Осындай сөздер айтқаннан кейін жарайды, қиын болса да
орысшада айтып бірдеңке әйтеуір айтып жүрдім. Ал өз басым мен өзім қазақ тілімде айтқан маған жақсы көрем. Өзім оны кейін 20 жасынан бастап үйрену бастасам да, содан бері оған дейін енді басқа тілде болып, соның бәрі маған осы бір және екі тілде сөйлеуді өте ойлайды бір оңай деп. Өйткені әртүрлі ойлау керек. Не істеу көбінесе мынау шындыққа келгенде адамдар қарасаңыздар, ондай бірен саран дей ма, бір-екі адам бар, мен өзім білетін бір адамды білем, сол екі тілде айтады. Басқаларын қарасаң бір тілде айтады. Не орыс тілінде айтады, не қазақ тілінде айтады. Бұлай екі тілде айтып жатқан бұлай байқамадым көбінесе. Жарайды, енді сол мәселені түсінікті болу үшін жаңағы оны өзім қалаумен мәз болып сол жаңағы рахаттанып оны айтпадым басқа тілде, өзге тілде мына сол насихаттар. Енді ол да Алла Тағала қабыл етсін, сол бір пайда болсын сол насихаттардан. Бір бұрынғы кітаптар осы енді бүгін рухани тәрбиеге байланысты айтады. Иза заламта ман дунак фала та'ман ман фауқақ. Егерде біреуге өзінен әлсіз біреуге зұлымдық істесең, әділетсіздік қылсаң, онда саған да сенен мықты біреу саған зұлымдық істеуден аман болма. Тос дейді, соны күт. Сен біреуге істедің ба, өзінен әлсіз адамға, сенен мықты біреу саған да соны істейді. Тура сондай нәрсе. Енді ақыл бар адам ойланады, сақтанады. Мен де ертең маған да солай істесе не болады? Осы жайында да Язид бин Хатим рахимаулла айтады, ең қорқатын нәрсе дейді, осы өмірде мен дейді. Ол осындай жағдайдан қорқам. Бұл бір адамға зұлымдық тиді, менің кесірім, әділетсіздік істеп қойдым біреуге. Ол адам маған түк істей алмайды, өзінің қорға алмайды, хақын ала алмайды. Ол бір сөзі ғана я Алла деп айтады. Және хасби Алла, Аллаху байни ва байнак. Айтатын сөз енді әр тілде әртүрлі айтады адам. Ең басты сол Алладан, Құдайдан басқа ешкім оған жәрдемші жоқ. Сондай адамға зұлымдық істедім. Содан енді қорқатым сол. Өткенде хадис бойынша айтады ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, даватул мазлум мустаджаба. Сол мазлум болған адам, әділетсіздік көрген адам дұғасы қабыл болады міндетті түрде. Осыдан қорқу, сақтану керек осындай жағдайдан. Енді сол кейбір білім иелері оны түсіндіреді, әділетсіздік жасаған жайында. Мысалы сен сондай адамға айтады насихат, қиямет күні келесің, ол қарыз сияқты болды саған. Жаңағы неде жаназаларда айтады, ол қарызы бар ма деп, соны ғалымдар айтады, ол жерде тек қана ақшаға байланысты емес, енді біреу ренжіткен болса кешіресіңдер ме деп айтады, сол сияқты. Ол жерде біреу түсіну ғой, қарыз деген ақша ғана. Ол жерде қарыз осындай зұлымдықта кіреді екен. Біреуге зұлымдық істейді ғой, мойында қарыз ілінді. Сонда біреулер барады жаңағы 100 мың адам дейді, немесе одан да көп адам келіп сен сол қиямет күнінде қарызын сұрайды. Қайтар ана қарызды бер деп. Ол қарыз дегенде осында хақылар. Біреудің малын, ақшасын жейді, біреудің несін, намысын төкті, сонда әртүрлі нәрсе. Қалың жағдай қандай болады екен? Мыңдаған, 100 мыңдаған адам, кейбірлердікі одан да көп болып кетуі мүмкін. Сол себептен ол жағдай өте қиын жағдай болады енді осы жайында. Енді келесі мәселе бізде осыған енді байланысты өте маңызды мәселе. Біз көбінесе адам пенде болғасын қателік жасайды, қателік жібереді, бір қате істі жасайды. Сол кезде сондай жағдайда не істеу керек? Осы жайында шариғат бізді, дініміз не дейді ол жайында? Омар радиаллаху анху бір сөзінде айтады: «Иза раайтум ахакум за залла фақауимуху ва саддидуху». Егер де сондай мұсылманды көрсеңіздер, байқасаңыз қателік жасап қойған, күнәға батқан, қателік істеп қойған, онда оны түзетіңдер, оны дұрыс жолға салыңдар. Яғни жай қарап тұрмаңдар, немесе біреулер сияқты оны сөз қылмаңдар, жамандап, оны ғайбат айтып, оны дұрыс жолға салуға әрекет жасаңдар, насихат айтып, көмектесіп оған.
Дуға етіндер, Алладан сұраңдар, қолдарына келмесе өзді шынайы істеуге. Онда ең болмаса дуға істе, Алладан шынайы сұра, сол Алла тағала осы адамды дұрыс жолға салсын, тәубе етуді нәсіп етсін, оған тәубе етсін деп солай дуға етіндер. Және сол Хазірет Омардың сөзінде, соның сөзінде өздерін малғұн шайтанға көмекші жәрдем болып кетпеңдер. Бауырына қарсы жәрдем етпеңдер шайтанға. Өздер білмей қалып, байқамай шайтан әскер болып кетпеңдер. Міне мына жерде мағына анық. Адам дұрыс осындай ситуацияда дұрыс амал істемесе, сол адамды сөз қылса, жамандаса, неше түрлі өзі шайтан болып кетеді. Алла сақтасын, дұрыс не қылмаса амалды. Сол үшін амалды дұрыс жасау керек. Неде сол басқа жерде білім иелерінің несін әкелтеді кітап. Ол күнәға батқан, қателік жіберген адамдар несі бар, хақы бар. Біз үшін ол міндет соларға қарама-қарсы. Қателік жіберген адамдарға қарама-қарсы міндетіміз бар. Олар үшін дұға жасаймыз, сырттай дұға істеу керек. Олар үшін жақсы тілек айтамыз. Оларды жек көруге болмайды. Енді оны дінімізде айтады, неде ол күнәһар адамды жек көруге болмайды, оны күнә істі жек көру керек. Ал ол адам жек көруге болмайды. Себебі ол адам егер күнәні тастаса, дұрыс жолға түссе, ол ертең сенен бірнеше есе артық болып кетуі мүмкін. Сенен көп сауап істесе, ықыласпен істесе, сондай күнә сенен аз істесе, ол сенен артық болып кетеді адам. Қателік. Сен қазір оны ұят болады, қазір оны өзінше апарып тастадың, ертең сен артық адам болып кетті, саған өзіне ұят болады. Сен оны апарып тастап жүрсің, ол сенен артық болып кетуі мүмкін ол адам келешекте. Сол үшін ұят болмау үшін олай істеме. Ешкімді жек көрме, ондай қателік жібергендерді. Оның істерін ғана жек көру. Және және сол сұраймыз, әрдайым неде амандық сұраймыз. Өздеріміз үшін және олар үшін амандық сұрау керек. Енді өзіне не қалаймыз, қандай жақсылық тілейміз, олар үшін де сол жақсылық тілеу керек. Енді дұға сол жаңа алдында айтылғанда ол не болады? Жауап қабыл болады, егерде сыртынан айтылса. Бетке емес, жая етіп, афиша етіп, рия жасап, елдер көзінше жасап, ешкім білмейді сыртынан, тек қана Алла тағала біледі. Дұға жасадың сырттай, сол дұға қабыл болады. Сен шынайы жақсылық қаласан сол адамға, ол кезде неге қабыл болады? Енді ол да белгілі дінімізде. Өйткені ол кезде өкіл періште, Алла тағала арнайы сонда жаратқан періштелер бар, өкіл періште алейхиссалам, және саған да сол болсын деп айтады. Валяка бимисль, періште амин, қабыл болсын. Сен тілеген мынау жақсылық бауырына саған да сол болсын. Тура сол жақсылық тілеген саған да болсын деп періште айтады. Қазақтар бізді айтады, періштенің құлағына шалынсын дегенде, олар осы мағынадан алған, шариғаттан алған ғой неден. Періштенің құлағына шалынсын деген мағына, періште амин десін, алейхиссалам. Періште амин десе дұға қабыл болады. Ал неге олардың дұғасы қабыл болады онда? Себебі олар нағыз тақуа құлдар, күнә жасамайды, бәрін әмірлерін орындайды деп олар сипаттағандай Құран кәрімде. Ла ясуналлаха ма амарахум ва яфалуна ма. Олар күнә жасамайды. Сондай таза пәк құлдар. Сол үшін оларны иннамал ятақаббалуллаху минал муттақин. Алла тағала сол тақуалардан қабыл етеді деп. Енді сол тақуа, нағыз тақуа сол періштелер. Ешқандай күнә жасамайды, бәрін орындайды. Сол үшін сол мағына періште амин десе. Енді осы амал жайында қысқаша тоқталуға болады. Тағы да біз естіп жүреміз, осындай исмуллахил азам деген бар. Алла тағаланың ең ұлы есімі. Сол Алланың сол есімен дұға етсен, дұға қабыл болады деп айтады хадисте. Исмуллахил азам, ең ұлы аты Алла тағаланың есімі. Ол қандай деп әртүрлі ғалымдар айтты. Осы жерде кейбір ғалымдар айтады, ол осы амал дейді, сол исмуллахил азам. Сырттай сен дұға етсен бауыр үшін,
ешкім естімегенде бір Алла ғана біледі. Сол кезде періште амин десе, міне соны айтып жатыр дейді. Исмуллахил азам, осы амал. Егер соны өзің дұғаны қабыл керек қылсаң, онда мұсылман бауыр үшін соны дұғаны тіле деп. Енді соны неде кітаптарда келтіреді. Бұрынғы мұсылмандар фихпен түсініп, осы нәрсені, мәселені түсінген, фих ақылға салып, өздері үшін бір нәрсе тілегісі келсе, жақсылықты, сол мұсылман бауырлар үшін тілейді екен, сырттай. Енді ой жерде бір ойлайды адам, енді бір өзінің пайдасын ойлаған сияқты. Енді хадисте бар нәрсе, соны амал етеді. Менің дұғам қабыл болсын, маған жақсылық болсын. Осы жақсылықты мен қазір мұсылман үшін, басқа бауыр үшін, адам үшін тілесем, Алла тағала маған да соны нәсіп етеді. Өйткені періште амин деп айтады. Енді адам пенде болғасын, қандай болсын, бірінші өзіңді жағдайыңды ойлайды ғой. Сонда өзің жағдайды ойлап, сен басқа біреудің жағдай ойлау арқылы өзіне де жақсылық әкелуге болады екен. Сырттай дұға етсе, мұсылман үшін сондай не істесе, шынайы тілек етсе. Енді тағы да үлкен мәселе, ол неге байланысты? Жаңа зікір деп айтылды ғой. Өйткені дінде ол туралы да Алла тағаланы еске алу туралы көп айтылады. Анау үлкен амал, бүкіл нәрседен артық деп хадистерде айтады, көп келеді. Ол анадан да артық үлкен. Ол не дейді? Не істеймін дейді? Зікірді айт, анау айт, Аллаға тәсбихті айта бер деп. Сол жайында Құран кәрімде «Узкуруллаха зикран касира», Алла тағаланы көп еске алыңдар деген аят келеді. Осы жайында Алла тағала көп еске алу деген қалай енді? Біреу ойлауы мүмкін, 1000 рет айтамын, 100 000 рет деп тәсбих тартамын деп. Білім иелері не деді ол жайында? Соны естесек, білім иелері былай деп айтады. Алланың көп еске алу, жаңа зикран касира, көп еске алу деген нені айтуға болады? Ол Алла тағаланы намаздан, әр намаздан кейін зікір айтса. Өзі неде айтылған ғой, арнайы зікірлер бар ғой, намаздан кейін. Астағфирулла, 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 сонымен басталады, ары қарай кете береді ғой зікірлер. Айтылған кітаптарда сол неде келген хадистерде соны зікірлерді айтасың. Соны бірінші соны айттың, жаңағыларға Алла тағаланы көп еске алушылардың ішіне кіресің, қатарына. Одан кейін қандай көп еске алатын деген кімді жатқызуға болады? Ол таңертең кешке Алланы зікір ететіндер. Құран кәрімде айтқандай, күн батпай, күн шықпай деп айтады ғой. Күн батпай, күн шықпай. Енді ол жерде жақсылап әрбір адам оны білмейді, ол оқуы мүмкін, ана жерде кітапта жазылған күн батпай, күн шықпай. Енді қалай? Соны біреу арнайы тосуы мүмкін, сол андып. Күн батайын деп жатыр ма, күн шығайын деп жатыр, сол кезде ол адам қиналып қалуы мүмкін. Сол үшін ол жерде айтады, ол уақыты, мысалы күн батпай деген асар намаздан кейін. Екінті намаздан кейін сол зікір айтсаң, сол кешке айтатын зікірлерге жатады. Арнайы өзі, ол да хадисте айтылған, таңертең кешке мынаны айтсаң, 3 реттен, ананы айтсаң 7 реттен, осылай. Соны екінті намаз оқыдың, намаздың 5 уақыт намазды арнайы зікірлер бәрін айттың, батасын айттың, содан кейін отырып зікір айтасың. Жаңа кешке зақуат, күн батпай. Ал күн шықпай, ол таң намаздан кейін. Таң намаз оқыдың, таң намаздың зікірлерін айттың, және батасын жасың, артынан отырып, жаңа зікірлерді айтасың. Таңғы уақытысын айтатын зікірлер. Одан кейін осы амалға сай болу үшін көп еске алатындар, көп еске алады. Ол ішінде мынау неде, жатар кезде, ұйқыдан тұрған кезде, ұйықтар алдына ұйқыдан тұрған кезде, Альхамдулиллази ахияна бада мааматана ва илайхи нушур, сол сияқты дұғалар, және үйден шыққан кезде айтатын зікір. Үйден шықтың, арнайы сол зікірді айту керек, айтасың. Осылай соларды айтса адам осы неге кіреді екен, көп еске алады. Бұл жаңа сөз білім иелеріне айтқан сөз. Нақты білу үшін осы амалды қалай істеймін деп. Енді біреу ойлауы мүмкін, 100 рет, 1000 рет деп айтып, осылай істесек, Алла қаласа біз Алланың көп еске алатындарға кіреміз. Әрбір өзі неде айтатын өзі нелер бар ғой, келеді хадисте, кітапта да зікірлерді арнайы жерлер бар, айтатын жерлер бар.
Енді келесі бізде мәселе, мынау мәселе ол да өткен дініміз мынау неге шақырады, Алланың бірлігін сақта, ықыласпен амал жаса, таухид, калима таухид, ла иляха иллаллаға, сол калимаға сай болып өмір сүр, соны амалды сондай дұрыс болсын, қабыл болу үшін сен ықыласпен істеу керексің, оны шариғат бойынша істеу керексің. Екі шарт айтады. Сол ықылас деген нәрсе нені? Соны мысалы біз бір хикая соны бізге көрсетеді. Ықыласты қалай болады екен? Бізге сол тәрбие, ол хикая. Ол хикаяда мына кейбір бұрынғы ізгі ғалымдардың біреуі былай істеген екен. Біреуге көмек, сауап жасаймын деп садақа берген кезде, сол адамға былай берген кезде мынандай сөздерді айтады. Хуз ла лака. Аударған кезде мынаны алыңыз, бірақ бұл сіз үшін емес. Мына алыңыз мына садақаны, бірақ ол сіз үшін емес. Мағынасы енді сол кезде бұл сөздің мағынасын ғалымдар түсіндіреді. Мынаны Алла үшін беріп жатырмын мен. Мен сен үшін емес, Алла үшін беріп жатырмын деген сол. Және ол енді тағы да түсінікті болу үшін басқа хадис шарифінде не деп айтады? Айтады, бірінші садақа Алла тағаланың қолына түседі. Содан кейін аны мұқтаж қолына түседі. Сонда сен бірінші беріп жатқан кезде сен аны Алла тағала оны алады. Содан кейін аны неге түседі? Қолына мұқтажға. Енді ақыл бар адам ол кезде қалай өзін ұстайды? Ол міндет қылмайды. Ол ана жерде өте қорқымен береді. Қорқынышпен оны жасайды. Өйткені Алла мүмкін қабыл етпейтін шығар, мен қайтаратын шығар мен садақамды, сосын мен дұрыс бәрін не жасаймын деп, сол Алла үшін деп. Сол кезде жаңағы нәрсені айтады ғой, мынау алыңыз, бірақ сіз үшін емес деп айтқан кезде, оған жаңағы мұқтаж адам айтады екен. Әти ла минк. Әкеліңіз, сізден емес деп айтады, осылай жауап береді. Жаңа беруші айтады, алыңыз, сіз үшін емес, әкеліңіз, сізден емес деп айтады. Соны мағынасы енді Алла тағала беріп жүр. Сіз емес беріп жатырсыз маған, Алла тағала беріп жатыр, сіз арқылы маған. Солай айтады екен. Міне бұл жерде беруші де алушы да адам білім, таухид ұстанушы, Алланың бірлігін білетін адамдар. Осы нәрсені ықылас Алланың бірлігін сақтамаған кезде жаңа алдына әділеттік деп әңгіме кетіп, ол да таухидпен тікелей байланысы бар. Өйткені әділ деген нәрсені айтады, әділеттік жоқ адам, таухиды жоқ. Ол да бір Аллаға деп құл деп саналмайды. Өйткені мағынасы бір Алланы құлы болу, таухид ол хақты бір деп, ақ қара деп, сондай хақ біреу деп, соны хақты жақтау, хақты жақсы көру. Егер сен жоқ, мынау да хақ, ақ емес қара деп, қараны ақтап, ақты қаралап сен таухид жоқ адам, әділеттік жоқ, өзінің орнына қойып жатқан жоқ нәрселерді. Сол нәрсе жаңағы осы адам білмесе, осындай не болады екен, өзі мұсылманшылыққа жатпайтын адам болып кетеді. Неде егерде осыны білмесең. Енді сол кейбір білім иелері айтады, егерде сен таңертең тұрған кезде және кешке күн шыққан кезде, күн батқан кезде, және кеш болғанда кешке таңертең ешбіреуге зұлымдық істемесең, бір Алланың құлдарына біреу де жамандық тимеді, әділетсіздік, зұлымдық қылмадың, онда сен бақытты адамсың, әнта саид деп есептеудің. Енді мына жерде алдындағы сөзге байланысты бар. Бақыт деген әр адам әртүрлі түсінеді. Біреу бақыт басқаша түсінеді. Оны мысалдар айтпай қой, уақыт кетеді. Мына жерде ғалым айтады, біреуге зұлымдық істемеген, өзі бір әділетсіздік, бір жамандық, зұлымдық істемеген, ол өзі бақыт дейді нәрсе. Сен бақытты адамсың, біреуге жамандық істемесе. Яғни бұл жерде әртүрлі мағына келеді. Пенде болғасы, кейбір адам пенде болып істей береді біреуге, пендешілікпен. Білмей қалдым, осылай болып қалды, бір нәрсе болып қалды, анау деген сөз істей береді. Ал егер сен пендешілік қылмай, таза дін мұсылманшылық істеуге әрекет істеп, дұрыс істеуге тырыссаң, сен зұлымдық ешкімге жасамайсың. Сол бақытты адамсың онда сен. Фаин лам тазлим нафсак фима байнак ва байна фақад такаммалат лика саада. Ал егер де сен және де Алламен арасында болған байланыс, құлшылық, ибадатта ешқандай өзіне зұлымдық істемесең, бір нәрсені тастап, бір сауапты жасамай қалдырып, оны бір жерде
бір нәрсе күнә жасап, бір нәрсе дұрыс емес деп, жаңағы біреулер барады, намазын ұйықтап қалатындар болады. Мысал ретінде, бір мысал келтірейік, намазын ұйықтап қалатындар бар ғой адамдар. Мысалы, жаз күні түн қысқа деп соны сылтауратып ұйықтап қалатындар бар. Мысалы, ол өзіне зұлымдық істеді. Ол біреуге емес, өзіне зұлымдық. Сол егер де сен және де осылай өзіне де зұлымдық ешқандай істемесең, онда сенің бақытың кемел болды. Одан да нағыз бақыт, сонда кемел бақыт. Бұлай біреуге зұлымдық істемеген өзі бақыт, бірақ онымен кемел болып кетеді екен, егер өзіне де зұлымдық істемесең. Жаңағы енді мазлум туралы енді дұғасы қабыл жайында енді ол хадисте Алла тағала өзі ант етті ғой. Сол үшін дейді анау қорқу керек. Жаңа Хатим неден қорқам деген өткен хадис шарифінде мазлум адамға Алла тағала айтады, өзімен ант етемін, саған ант етемін, мен міндетті түрде саған сен үшін кегін аламын, саған жәрдем беремін. Бір уақыт бітсе де, біраз уақыттан кейін болса, енді ол біраз уақыттан кейін мағынасы жайына айтсақ, бұл өмірде болуы мүмкін жазасы. Бұл өмірде болмаса да ақирет күнде міндетті түрде болады. Ақирет күні өзі ақида ілімінде айтады, не үшін пайда болады? Өйткені ақирет күні болмаса осындай жағдай ол дұрыс болмай кетеді. Өйткені залым адам ол жазасын алу керек, ол өмір бойы зұлымдық істеп, ол қалай жазасыз құтылады? Ол міндетті түрде жазасын алу керек. Ол жаңа егер дүниеден құтылса бұл өмірде, ол ақирет күнде міндетті түрде алады бұл жазасын. Енді бұл жерде ақирет күнде енді мына жерде бар, дүниеде жазасын алды, болды, бір кафарат болды, кешірілді, олды мына жерде енді қандай зұлымдыққа байланысты. Егер зұлымдық үлкен болса, көп адамдарға зұлымдық істеген адам, ол мына жерде кафарат жасау өте қиын болатын шығар. Ондай адам бұл жерде де ан жақта да жаза алуы мүмкін. Енді өйткені сол үшін болды үлкен бір мағынасы, тақуалық мағынасы осы жайында. Енді соңында, уағызымыздың соңында мына жерде бір мәселе бар. Ол да енді ол неге байланысты? Омар радиаллаху анху бір насихаты, Хазірет Омар радиаллаху анху Ахнаф бин Қайспен кездескен кезде Ахнаф бин Қайсқа бір уағыз насихат айтады. Ахнаф, егер де көп күлсең, көп күлген адамның несі азаяды, құрметі азаяды. Көп күліп жүрген адамның құрметі азаяды. Және көп қалжыңдаған адамның несі де азаяды. Оған да адамдар шынайы қарамайды ол адамға. Көп қалжыңдаған адамға шынайы қарамайды, онда қатты құрмет демейді ондай адамды. Және кімде-кім бір нәрсені көп істесе, бір адам бір нәрсені көп жиі жасайды, көп істейді, сол арқылы оны адамдар солай танып қояды. Ол осындай адам екен. Кейбір кезде адамдарды сипаттайды, сырттай. Ол не нәрсені сипаттайды? Осы бір іспен. Ал бір істі көп істейді, көзге түседі сол іспен. Сосын адамдар оны осылай, ол осындай адам деп іске қарай не қылады? Соны сипатын айтады. Сол арқылы ол белгілі болады, сол көп істейтін нәрсемен. Уаман кәсура кәламу, кәсура сақту. Ал кімнің сөйлегені көп болса, көп сөйлеп жүрген адам несі қателігі көп болады. Көп сөйлейтін адам сонда қателіктен аман болмайды деген сөз. Көп сөйлеген адам қателігі көп болады. Сол үшін біреулер аны айтты, былай айтты, не айтты. Енді сөз деген ол да үлкен шариғат қой біздің дінімізде. Ауызға ие болу, тілмен көп күнә жинайды деген сол көп сөйлейтін адам жақсы нәрсе дұрыс айта алмаса, өз жерде де немен бәрі білімге де тіреліп қалады. Адам білімсіз адам, оның сөйлегені бәрі не болады? Дұрыс сөз болмайды. Сол үшін білім іздеу парыз деп жай айтылмайды. Білім іздеген адам ол дұрыс сөздер сөйлейді. Білімге сай сөйлейді. Ал білім аз адам ол өзін ойына келген, өзінше білген, өзі тар нәрсе білмейді, соны бір нәрсені айтады, қателік жібереді. Көп сөйлеген анау қателігі көбірек болады. Уаман кәсура сақту қалла хаяу. Ал кімнің несі қателігі көп болып кетсе,
көп қателік жіберген адам, ол ұят азаяды, аз болып кетеді. Ұят азаяды. Басында ұят азаяды деген мағынасына тоқтайық. Ол кезде мысалы бір ұялды, екінші рет ұялды, көбірек ұялды, азырақ ұялды. Сосын бірге ұялмай кетті, сондай сияқты. Күнәға дағдалану деген нәрсе сияқты. Бір ұялды, сосын ұялмай кетті, жайлап, сонда ұяты жоқ болып кетті. Оман қалла хаяуху қалла варау. Кімнің несі ұят азайса, ұят аз болса, оның міндетті түрде тақуалығы, діндарлығы да азаяды. Ұялмайтын адам, өтірік айта салу, уәдесіне тұрмай салу деген, кете береді. Ұялмайтын адам бір нәрсені, ол адам несі діндарлығы, тақуалығы азаяды. Уаман қалла варау мәті қалбу. Ал кімнің несі азайса, діндарлығы, тақуалығы, ол адам жүрегі өледі. Жүрегі өлі дейді ол адамның. Уаман мәті қалбуху кәнәтин нару аулаби. Ал кімнің жүрегі өлік болса, онда оның несі өзі тозаққа лайық адам. Ол адам пешке лайық болмайды. Ол адам тозаққа лайық адам болып кетеді. Алла Тағала Құран Кәрімде осы аят айту алдында соңғы бір хадис, ол енді қысқаша хадис, оны білу керекпіз. Алдына біз тақырыбымыз не, ол тәрбие, тақуалық жайында, мағынасы жайында бір сөз. Инна арбар риба айрдур раджул муслим. Осы хадис енді мақсатым осы жаңағыдай зұлымдықтың мұсылман адамның абыройын төгу, намысына тию деген үлкен нәрсе екен, зор нәрсе екен. Құранда айтқан, сендер бір нәрсені ашин деп, жай нәрсе деп санайсың, бірақ ол нәрсе Алланың алдында үлкен нәрсе, өте зор нәрсе. Осы хадисті сол мағынаны бізге ашып береді. Ең риба, өсімнің, өсім деген күнә бар, өсім жинап, осы риба деп айтады, процент. Ең қаттысы, ең үлкенісі ол мұсылман адамның несін, намысын төгу, абыройын төгу. Бұл неден одан ең бірдей сол. Ал енді өсім жайында бәрі білесіздер. Алла Тағаламен соғыс ашқанмен бірдей де жариялы Құран Кәрімде Алла Тағала айтады. Және хадис шәрифінде өз анасымен ойнастық жасағанда айтам, 30 рет сияқты. Енді содан ең үлкенісі мұсылман адамға намысын, абыройын төгу. Сол жерде енді ішіне енді абырой төгу әртүрлі кете береді, жала жабу кете береді. Өзіңіз білесіздер. Содан Алла Тағала бізді сақтасын. Алла Тағала Құран Кәрімде «Хаза мин фадли рабби ли яблювани ашкуран акфур». Мынау айт дейді, мынау Раббымның берген кеншілік бізге, маған берген кеншілік Раббымның, мені сынау үшін, мен шүкір етемін ба, әлі шүкір етпеймін ба. Субханак Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.